Assalomualaikum hurmatli do'stlar. 2025-yil ko'rishlarмен birga, jannatli ko'rishlarмен birga do'stimiz Yaxshilik va juvoylarimiz bilan bola chaqalarimiz bilan barimiz at sog'ib bemalol o'rniga ketib boryapmiz. Ko'ngilgingiz qalay? Alda dasturxonni jayib qo'yib, o'rtada o'zini angmelasa, baratni bo'lib uyushtirib жатырмыз. Xudo xolasa barlaringizga sağlık, Bag'dodning asl turgan joyida asl yetib yurgan azamat va natijada azamatchilar bo'lingizlar. Nam o'rniga ish operatsiya bo'lgan. Axtaralga kirdik hozir. Ayakta jursizlar. Akon. Sayığa dönmemiz gelince inşallah do'stlar, men birinchimda shofyor mirzodan so'rayman, buni yesimi kim, ati jo'ni kim, so'l joyini tanishtirib o'tsangiz. Jabbarov Yaxshilik Alsherovich 1989, o'm Shamshixim 96. Hobbingiz, unutgan narsangiz. Bo'sh vaqtda nima aylanasiz? Bo'sh vaqtda bo'lsa, ya'ni hobbingiz futbolni aylanasiz. Hobbida futbol. Tak, siz 89-yilgi bo'lib tursiz. Sonda hozir taqda 35, ya'ni 36 ga to'lib жатсыз. So'laymi? O'ta kerak. Bu tipa bir qatimda turib bilmayman, ne aytadini endi so'zim yo'q. Tak, qo'l shapaloqlab qo'yib beramiz, o'zimizga nasrlarimiz ko'tarib qo'ying. Al, barakeldi. Barakel keremetdek bo'ldi. Hop! Слева. Kollarım sarınca da. Anne Tabii.
Жолықтың сен қайлардан қарай қойсаң Құланбай батыр Найман руынан шыққан дейді. Кейбір тарихшылар Қожағұл болуына байланысты шежіресі Қожа болуы мүмкін деген болжамдар айтады. Өзенде өттік. Жетісу деген. Жақсылар, мынау табиғаттың бойында отырған маевканы жалғастырамыз. Мынау Полат Талғат Алендарға сөз кезегін берсек. Өз жайлы таныстырып кетсін. Мен Полат Талғат Нұржаратұлы 1990 жылы туылғам. Хоббиім машинаны айдау, машинаны жөндеу, әр нәрсені шұқылап, соны жақсы көремін. Шұқалағаннан кейін қолын жуып жүру керек. Иә, соны жуып жүремін ғой. Жақсы, кезекті әзілімізді жалғастырамыз. Өзіңіздің руыңызды айтып өтсеңіз, қандай отбасыда тәрбиеледіңіз, мамандығыңызды айтып өтсеңіз. Жиен екен бізге. Қарағай деген рудамыз. Молодец, Қарағай болып, міне арамыздағы мықты жігіттердің бірі Полат Талғат деген жігіттердің бірі. Естіңіздер ғой, жалпы Талғат. Қошеметтеп шапақтап қойып, бәріміз қанқай молодец, молодец. Алакөл. Встречай, Құдай қаласа. Қаласа бәріміз басымыз түгел жиналуын нәсіп етсін бәріміздің. Ал жігіттер, Алла бекініне жақсылығын нәсіп етсін баршаларыңызға. Ақыл секірсен деп дұрыстап секірсен. Хотя биыл 14-інде келіп алыпсыздар. 14-інде көп болған ғой. Жоқ, әңгіме айту жоқ. Мен кітап оқығанды жақсы көремін, салауатты өмір таңдаймын. Вообще кітап оқыған көрмеген. Бос уақытымда мен салауат айтқанды жақсы көремін, зікір айтқанды жақсы көремін. Тахаджуд намазына тұрамын күнде. Күйеуімнің сөзінен шықпаймын, күйеуімнің сөзін екі етпеймін. Сондай бір асханада да Анары өзін асып қойып отыр. асханада тоже бәріне үлгерем, үйде тоже бәріне. Жақсы, өзіңіз руыңыз жайлы айтып өтсеңіз. Балаларыма мейірімді ана, күйеуімнің Ойбай, сүйікті өтірік. әйелімін, руым қожам, қожам. Ал керемет, қол шапалақтап қояйық қанекей. Молодец, осылай көңіл күйді. Көрсайдан жалынды сәлем баршаларыңызға. Су осындай болып тұр ғой. Жалпы аса ыстық емес, аса мұзды емес. Шомылуға болады. Осындай болып тұр ғой. Адам көп. Тауларды қараңыздар, тауларға қарап отырып біраз ғибрат алуға болады жігіттер. Неге? Өйткені Алла Тағала Құранда Нәбә сүресінің 6-7 аяттарында жер бетінде тауларды шайқалтпай, жерлерді қимылдатпай тұру үшін қазық ретінде орнатпадық па деген аяты бар. Әнбия сүресінің 31 аятында да дәл солай басқашалау болып келеді. Жерге тауларды қазық етіп орнатпадық па деп. Демек, бұлардың қызметі жердің шайқалмай ұстап тұруына көмек өте зор екен. Қайырлы таң, құрметті жақсылар. Екінші күніміз. Мына жерде жаттық балалармен, әр ерлі зайыптармен. Мына жерде тамақ ішетін жеріміз. Сол жерде екінші күніміз. Тамақ ішуге барамыз иншалла. Бәрі жақсы болсын, Құдай қаласа, шаршамаңыздар. Алла ғұмырларыңызға берекет берсін. Таудың басында жатқанымыз, масаның үлкендігін қараңыз. Қолың қай жеріне келіп жатыр? Осындай маса көргенсіңдер ме жігіттер? Сол сақтаған қарса, ең баласы. Yapıştırıp koyunca. Жақсыздарыма Қытайдың шекарасындағы Тянь-Шань тауларын көрсетіп қояйық. Көзбен көрінгендей болмай жатыр. Ана үстіндегі сол таулардың ең жоғары үстіндеміз. Баршаларыңызға жалынды сәлем. Мен Мұхаммед деген балам
Ағайындар, келесі сөз кезегі әркім өзін таныстыру мәселеді. Таудың ортасында баурайында Қырсадағы ауылына түнеге келдім. Тоғызақ ауылына келін болып түстім. Жақсылықтың жарымын. Қазіргі 4 перзентіміз бар. 3 қыз, 1 ұлдың анасымын. Менің хоббиім жыл сайын тұру деп. не ол жыл сайын? Құрметті достар, тек қана ақиқатты айту керек. Осындай табиғаттың бойында әдемі жерлерден сайға түсіп бара жатырмыз. Сөз жалғастырасыз, хоббиіңіз? Торт жасау. Менің хоббиім осы бір жылда бір рет саяхатқа шығу. Яғни Қазақстан Республикасының әлеуетін көтеру мақсатында, демографиялық жағдайын көтеру мақсатында әр жылы перзент босану деп жатыр. Алла жар болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, ең жақсы әйелдердің белгісі көп туатын әйелдердің бірі дейді. Демек, біз ойлаймыз, жақсы әйелдер ойлаймыз. Таныстығымыз өте қуанышты. Ду қол шапалақтап қойық, қанеке бәріміз. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Табиғаттың кереметін қараңыздар. Машалла. Мынау тұяқ баспаған сиыр жемеген жап-жасыл онда. Достар, сіздер қорқынышты орман деп ойлайтын шығарсыздар. Осының араларымен кіріп келдік енді. Жалғыз зона андай жерлер екен. Сағат 6-тан кейін жабылады. Қытайдың шекараға шығатын жолдар екен. Қандай керемет жерлер бар Қазақстанның. Кереметтей. Суының дауысын айтсаңызшы. Машалла. Bu basma. Ya? Tamam. Sen kuşun kayıkta görürsün gaz.